Сәлеметсіңдер ме, оқушылары? Музыка сабағына қош келдіңіздер. Сабақты бастамастан бұрын алдымен әндетіп амандасайық. Сәлем, 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 қалың қалай. Сәлем, 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 қалың қалай. Жақсы, тамаша, керемет, жақсы, тамаша, керемет. Сәлем, 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 қалың қалай. Сәлем, 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 қалың қалай. Біздің бүгін сабағымыздың тақырыбы аз адам арқауы деп аталады. Оқулықтан 73-75 беттерді ашамыз. Бүгінгі сабақтың меңгеретінін, адамның өміріндегі астың маңызды рөлін, дұрыс тамақтанудың денсаулық үшін пайдасын түсінесің. Түрлі сипатты әндерді жеке ансамбль және хор құрамында ән айту ережесін сақтап орындайсың. Кеңес Дүйсекеевтің дастархан ән орындап үйренесің. Аз адамның арқауы дейді халқымыз. Солай айтқандай-ақ, денсаулықты сақтау дұрыс тамақтанудан басталады. Тамақтағы қоректік заттар сапасы жағынан адам организмнің мұқтаждығын өтеу қажет. Әсіресе тамақ нормасын әркім өз ақылымен мөлшерлеуі тиіс. Әрине, дастархандағының бәрін тауысы ішіп жеу мақсат емес. Сол себепті тамақты бойға мөлшерлеп ішіп жеген дұрыс. Ал енді балалар берілген суреттердегі әрбір азық түліктің бойындағы адам денсаулығына керекті пайдасын дәптерлеріне жазыңдар. Халқымыз қонақ келсе, дастарханнан дәм татқызбай жібермеген. Қонағына ең дәмді, денсаулығына өте пайдалы тағам мен сусындарын ұсынған. Денсаулықты негізі дұрыс тамақтану екенін есінен шығарма. Мысалы, қымыз ауруға ем, сауға қуат, шұбат әрі сусын, әрі тағам. Ал енді балалар, видеоны тоқтатып тапсырманы орындайық. Ұннан, сүттен және еттен жасалған өздерін білетін тағамдарын атауын жазыңдар. Ендігі кезекте өлең айтайық. Өлең айтпастан бұрын даусымызды жаттықтырайық. До, ре, ми, фа, соль, ла, си, до, си, ля, соль, фа, ми, ре, до, га, до, мажор. Енді дастархан әнін үйренейік. Дастархан, ау, дастархан.
Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабақта біз дастархан әнін үйрендік. Ұлттық тағамдармен таныстық. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.